Студенттер, осы аптада сіздер сүйектер қосылыстары туралы бөлімді бастайсыздар, артеросинесмология. Сондықтан осы сабақ игеру барысында қандай оның жолдары бар, ол үшін біз әуелі сүйек қосылыстары туралы жалпы ұғымды біліп алуымыз керек. Және қалай айту реттілігін білу үшін біз келесі сұрақтарды жалпы кіріспе түрінде мен сіздерге айтып өткім келіп отыр. Жалпы сүйек қосылыстары туралы бөлімді артеросинесмология дейді. Сүйек байланыстарының негізінен үш бөлімге немесе үш түрін ажыратады. Бірінші синартроздар, үзіліссіз қосылыстар деп айтылады. Екінші үлкен топ диартроздар, үзілісті байланыстар немесе буын, диартроз немесе буын деп біз қарастырамыз. Үшінші түрі ол симфиздер немесе гемиартроздар, бұлар жартылай буын дейді. Болмаса бұл үзіліссіз қосылыстан үзілді байланысқа өтпелі аралық түрі деп есептеледі. Енді синартроздарға тоқталайық. Синартроздардың өзінің үш түрін ажыратады. синдесмоздар, синхондроздар, синастоздар. Синдесмоздар дегеніміз, егер сүйектіні өзара дәнекер тіл арқылы байланысатын болса, ондай байланыстың түрлері синдесмоздар. Олардың өзінің түрлерге жіктер, сутра, байламдар, лигаментум немесе жалғамалар деп айтылады, және жарғақтар, мембрана. Егер осындай байланыстың түрлері кездесетін болса, оның бәрі синдесмоздық байланыс болып табылады. Қандай жерлерде кездеседі, оның бәрін біз практикалық сабақта біз талдайтын боламыз. Екінші түрі синартроздың ол синхондроздар. Яғни егер сүйектер өзара шеміршек тіні арқылы байланысатын болса, ондай байланыстың түрлерін синхондроздар деп атаймыз. Олардың өзі уақытша және тұрақты болып бөлінеді. Егер синхондроздар адам өмір бойына сақталатын болса, оны тұрақты синхондроздар дейді. Мысалға, бас сүйектің негізінің араларында кездеседі. Біз оны бас сүйектің негізін түсіндіргенде кейбір моменттерде айтқан болатын. Ал уақытша дегеніміз, бір уақытта шеміршектіңмен байланыс, бір уақытта ол сүйекті келесі байланыс түрі синастозға ұласып кетеді. Ондай байланысты уақытша синхондроздар дейді. Ал синастоздар дегеніміз, егер сүйектіні өзара сүйектер арқылы сүйек тінімен бітісіп кететін болса, ондай байланыстың түрлерін синастоздар деп атайды. Міне, осындай түрлері бар. Енді мысалға, бас сүйектің бүгін осы аптаның тақырыбында бар. Қазір қосымша бас сүйектің қосылыстары туралы видеода тоже қосымша мен салатын болам. Мысалға, жаңа айтқан синдесмоздың түрлерін алатын болсақ, жіктер. Мінекей, жіктердің өзінің түрлері өте көп. Тісті жіктер дейді, қабыршақты жіктер және тегіс жіктер дейді. Бас сүйектің байланыстарының арасында да кездеседі. Бұл жаңа айтқан синдесмоздың түрлеріне жатады. Болмаса мембраналар, нәрестелердің бас сүйегінде кездесетін еңбектерді осы мембраналық байланысқа жатқызуға, бірақ нәрестелерде бұл бір уақыт өткен кезде бұл сүйектенеді. Сөйтеді, бұл жарғақтар, то есть мембраналар немесе еңбектер жойылады. Бұл туралы бөлек бізде сабақ бар, тақырыбы бар, сонда сіздер таңдайтын боласыз. Яғни мембраналар, жарғақтар кездесті ме, бұның бәрі синдесмоздық байланысқа жатады. Егер сүйектердің арасында шоғырланатын болса, дәнекер, оны байламдар деп атайды. Ал егер екі сүйектің арасын дәнекердің үлкен аумақта толтырып тұратын болса, міне мембраналар, жаңа айтқан мембрана интероссия, сүйек аралық жарғақтар дейміз. Бұларды да синдесмоздық түрлеріне кездестіруге болады. Мына жерде байламдар кездескенде, біз омыртқалардың байланыстарында да басқа сабақты өткенде, егер лигаментум байламдар кездесті ме, бұл уже синдесмоздық байланысқа жатады. Сондықтан мысал ретінде кездестіріп отырмыз. Мысалға алатын болсақ, уақытша синхондроз шеміршектің арқылы байланыстар. Егер мысалға жамбас сүйегін алатын болсақ, ұрықта нәрестелеріне үшке бөлініп тұрады. Олардың арасын шеміршектің арқылы байланысқан. Кейін олар өмір сүру барысында немесе ары қарай даму барысында бұл шеміршектің сүйектіне ұласады, сонда бұл шеміршек жойылады. Нәтижесінде бір жамбас сүйегіне ұласады. Ал енді бас сүйегінің негізінің араларында кездесетін бұл тұрақты синхондроздарды кездестіруге болады. Шүйде сүйегінің базилярлы бөлігінің снарсер денесінің арасында, снартар сүйек пен самай сүйегінің тастақты бөлігінің арасында бұл жерлерде тұрақты синхондроздар кездеседі. Бұл үзілісті байланыстардың түрі. Енді аралық түрі ол симфиздер. Бұл симфиздерге
қазір буындарды түсіндіргеннен кейін қайтып келейін, сонда түсінікті болады деп ойлаймын. Бұл симфиздер жартылай буын деп айтылады. Енді қазір түсінейік. Енді диартроз деген ол үзілісті байланыстар, яғни немесе буын деп қарастырамыз. Бұл диартроз деп болу үшін буынның негізгі үш элементі болу керек. Үш элементі болу керек. Оның біріншісі буын беттері болу керек, фацис артикулярис. Екінші буын қапшығы болу керек, капсула артикулярис. Және екеуінің арасында буын қуысы, кавитас артикулярис. Осы үш элемент болғанда ғана біз оны диартроз немесе буын деп атаймыз. Егер осы жерде қарайық, егер капсуласы болмайтын болса, буын беті болады, буын қуысы деп болады. Бірақ буын қапшығы ол тұйық бітпегеннен кейін тұйық жабылма, ол қуыс болмайды, ол саңылау болып қалады. Осы жағдайда біз оны симфиз аралық осының түрі ретінде қарастырамыз, немесе жартылай. Мысалға, классикалық қасаға симфизі, қасаға сүйектер өзара симфиз публика арқылы байланысады. Буын беттері бар, ол толық буын қапшығы болмағандықтан арасында буын саңылауы бар, қуыс деп айтылмайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұны жартылай буын немесе симфиз ретінде қарастырамыз. Сондықтан буынның міне негізгі үш элементін айттық. Бұдан басқа буынның негізгі элементі үшін, негізгі элементтен басқа қосымша элементтері болады. Буынның қосымша элементтеріне ол буындардың ішінде кездесетін менискілер бар, дискілер болады, байламдар, лигаментин, сол сияқты қосымша майлы өсінділері, қалтарыстар дейміз. Бұның барлығы буынның қосымша элементтері болып табылады. Буынның түрлері өте көп, жіктелісі өте көп. Онда білу керек, себебі буындардың құрылысын айту барысында осы жіктеліс бойынша білу керек. Буындар біріншіден буын бетінің саны бойынша жіктеледі. Буын бетінің саны бойынша буындар қарапайым және күрделі буындар болып бөлінеді. Қарапайым буын дегеніміз не? Егер буын екі буын бетінен құралатын болса, оны қарапайым буын дейді. Ал егер буын беті екіден көп болатын болса, үш одан да көп болатын болса, оны күрделі буындар дейді. Мысалы, тізе буынын алуға болады, күрделі. Қарапайым буындар кез келген екі буын бетінен құралған буындарды мысалы айтамыз. Осы аптаның сабағында оқыған шықшыт буынын алатын болса, төменгі жақтың самай сүйегі буындары ол қарапайым буынға жатады. Себебі екі буын бетінен құралған. Сол сияқты кез келген мысалдарды келтіре білуге. Сосын тағы буындардың ерекше осы түрі бар, ол кешенді және құрама буын дейді. Кешенді буын дегеніміз, егер буынды құрауға дискілер, менискілер қатысатын болса, оны кешенді комплексті буындар дейді. Мысалға, мына жерде тізе буыны берілген. Болмаса, бізде кездесетін шықшыт буыны самай сүйегімен төменгі жақ сүйегінің буындасының ішінде дискі бар ма, бұл да кешенді буынға да жатады. Ал құрама буын дегеніміз, оның мынада. Құрылысы, пішіні ұқсас бірдей. Бірақ екі буын, екі түрлі анатомиялық аймақта орналасып, бір қызмет атқаратын буындарды айтамыз. Мысалға, тағы да шықшыт буынын келтіруге болады. Шықшыт буыны самай және төменгі жақ сүйегінің буындасуы. Екеуіне екі буын екінші түрлі аймақта орналасқан, бірақ екеуінің құрылысы пішіні бірдей. Солай. Сондықтан бұларды құрама буын деп атайды. Одан әрқай буындардың пішініне байланысты тағы бөлінеді. Бұлар шар тәрізді буындар, эллипсті буындар және шығыр тәрізді буындар. Бұл буын пішініне сәйкес. Және олардың әрқарай олардың астына кіретін тағы осы түрдің ішіне тағы да типтерге қосымша бөлінеді. Бұдан басқа буын қозғалысы бойынша бір өсті, екі өсті, көп өсті болып бөлінеді. Кез келген шар тәрізді буындардың барлығы көп өсті буынға жатады. Эллипсоидті буындар екі өсті буындар жатады, ал шығыр тәрізділер тек қана бір өсті болып табылады. Бұл буындардың қозғалыстарын түсіндіретін кезде, бұл өсті қозғалысы біз анатомияның бөлімінде өтіп кеткендей жазықтықтар бойынша айтамыз. Мысалға, бұл фронталды білік бойында олар бөгеді жазады, бұл механизм айтқанда, биомеханикасын айтқанда. Сагиталды жазық бекіктің бойында олар әкетеді, абдукция, бүгу жазу флексектенция, және менің бойында вертикаль шар тәрізді буындар, олар айналма бойластарды жасайды, циркумдукция дейді. Пронация, супинация, вертикальді білік бойында.
ішке бұрау және сыртқа бұрау деген сөз. Сондықтан буын механикасында да осыны кездестіреміз. Біз енді ол туралы практикалық сабақтарды айту кезінде өтсек, сонда біз түсінетін әрі қарай боламыз. Енді буынның құрылысын именно нақты айтатын болсақ, сүйек байланыстардың ішінде буынның құрылысын түсіндірудің ерекшелігі бар. Яғни сіздер буынның құрылысын айтқанда келесі сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Сондықтан дайындалу кезінде осы реттілікпен буынның құрылысын айтқан кезде айтуларыңыз керек. Ол бірінші буынның атауы, буын қалай аталады. Екінші буын беттері. Буын құрауға қандай сүйектің қандай анатомиялық құрылысы қатысады. Міне осыны нақты айтуыңыз керек. Сосын буын бетінің шеміршегі. Яғни буын бетін шеміршек жабатын болса, қандай шеміршек жабады. Мысалға, гиалин шеміршек жылтыр болады. Тез көп қозғалатын буындардың бетін жабады. Болмаса, аз қозғалатын, тіпті қозғалмайтын, қозғалысы шектелген буындар бар, ол жерлерде талшықты шеміршектер жабады. Келесі сұрақ ол буын қапшығының шекарасы. Яғни буын қапшығы сүйектің қандай анатомиялық құрылымдарынан бекиді. Осы сұраққа жауап беруіміз керек. Келесі буынның қосымша элементтері. Мана да айтып өткен. Буын қосымша элементтері кейбір буында буын ішілік, буын сыртылық болып бөлінеді, кейбір буындарда буын ішілік элементі болмайды, тек буын сыртылық элемент болып табылады. Сондықтан осы сұраққа жауап бересіз. Келесі буын жіктелісі бойынша қандай буындарға жатады? Осы сұраққа жауап бересіз. Яғни шар тәрізді буындар болса, шар тәрізді, шығыр тәрізді буындар болса, шығыр тәрізді, буын бүртікті буындар болатын болса, буын бүртікті. Осылай болып, пішіні бойынша қандай буындарға жатады, соған жауап бересіз. И соңғы биомеханика, яғни буын қозғалысы. Яғни пішінін айтқаннан кейін сіздер буынның қозғалысында уже жақсы түсінген боласыз. Мысалы, шар тәрізді буын болатын болса, мысалға иық буыны алатын болса, пішіні шар тәрізді буындар үш үсте қозғалады айтасың. Фронталды біліктің бойында бөгет жазып флексия, сагиталды біліктің бойында әкелу, абдукция, абдукция, және вертикалды білік бойында бұрау, пронация, супинация, ішке бұрау, сыртқа бұрау деп жауап бересіз. Осы реттілікпен сабақты буынды айту барысында сіздер түсіндірулеріңіз керек.